Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қағаздан ойыншық жасайық. Бүгінгі сабақта баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндегі сөйлемдердің мазмұнын түсінесіңдер. Тірек сөздер мен суреттерді қолданып, мәтін құрастырып үйренесіңдер. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Қию, резать, қылқалам, кисточка, ілу, вешать, өрнек, узор, орнамент, бояу, краска, красить, жапсыру, клеить. Жаңа сөздер мен сөйлемдер құрастырайық. Давайте составим предложение с новыми словами. Қию – это резать. Я режу будет мен қиямын. Теперь скажите мне, как будет я режу бумагу. Я нарезал бумагу в прошедшем времени. Правильно. Мен қағазды қиямын. Я режу бумагу. Мен қағазды қидым. Я нарезал бумагу. Это в прошедшем времени. Қылқалам – это кисточка. Теперь скажите, как будет я рисую кисточкой? Я крашу кисточкой. Правильно будет қаламмен сурет саламын. Рисую кисточкой. Мен қылқаламмен бояймын. Я крашу кисточкой. Есте сақта, запомни. Здесь нужно запомнить окончание, личное окончание глагола. Мен боядым. Я раскрасил. Сен боядың. Ты раскрасил. Сіз боядыңыз. Вы раскрасили. Ол бояды. Он раскрасил или она раскрасила. Біз боядық. Мы раскрасили. Сендер боядыңдар. Вы раскрасили. Сіздер боядыңыздар. Вы раскрасили. Олар бояды. Они раскрасили. Давайте еще раз повторим новые слова. Қию – резать. Қылқалам – кисточка. Ілу – вешать. Өрнек – узор. Бояу – красить. Жапсыру – клеить. Теперь послушайте текст. Опираясь на новые слова, ответьте на вопрос. Балалар не істеді? Бүгін демалыс. Саша екеуміз қағазға түрлі өрнектердің суретін салдық. Мен қағазды қидым. Саша оны бояды. Өрнектерді желіммен жапсырды. Оны үйге іліп қоямыз. Саша түлкі жасады. Мен оны боядым. Балалар не істеді? Балалар қағазды қиды. Олар өрнек жапсырды. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Второе задание. Прочитай текст. Бүгін демалыс. Сегодня выходной. Саша екеуміз қағазға түрлі өрнектердің суретін салдық. Мы с Сашей на бумаге нарисовали разные узоры. Мен қағазды қидым. Я нарезал бумагу. Саша оны бояды. Саша ее раскрасил. Өрнектерді желіммен жапсырдық. Узоры приклеили клеем. Оны үйге іліп қоямыз. Ее повесим в доме. Біз қағаздан әртүрлі ойыншық жасадық. Мы из бумаги сделали разные игрушки. Саша түлкі жасады. Саша сделал лису. Мен оны боядым.
Я ее раскрасил. Үшінші тапсырма. Сурет бойынша сөйлем құра. Кім не істеді? Третье упражнение. Составьте предложение по рисункам. Кто что сделал? Ответили на вопросы? Давайте теперь проверим. Анна қағазды қиды. Әлібек суретті бояды. Әнел өрнекті жапсырды. Төртінші тапсырма. Диалогты толықтыр. Четвертое упражнение. Дополни диалог. Здесь нужно составить вопросительные предложения. Для вопросительных предложений нам понадобятся вопросительные слова. Қандай, какой, не, что, не, чего, не істеді, что сделал, неден, из чего. Составили вопросительное предложение? Теперь проверим себя. Бүгін қандай күн? Сегодня какой день? Саша мен Әлібек қағаздан не жасады? Саша и Алибек что сделали из бумаги? Алибек нені қиды? Алибек что нарезал? Саша не істеді? Саша что сделал? Олар неден әртүрлі ойыншық жасады? Они из чего сделали разные игрушки? Алтыншы тапсырма. Шестое упражнение. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қой. Вместо многоточий нужно ставить нужное окончание. А нужное окончание это д, м, ң. Үлгі. Пример. Мен қағазды қидым. Здесь окончание м, так как первое лицо. Мен. Ал енді тексерейік. Давайте проверим. Мен қағазды қидым. Сен ойыншық жасадың. Ол түлкіні бояды. Әлібек желіммен жапсырды. Олар қолөнер үйірмесіне қатысады. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар. Сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.